Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Сманова Меруерт YouTube арнасы. Бүгін біз әртүрлі мата үлгісінен әдемі құдық құрағын тігетін боламыз. Ортасына қоятын төрт бұрыштымыз дәл осындай қылып кесіп аламыз. Ені 4-4. Матамыздың ортасын бұрышын тауып аламыз. Мен ручкамен сіздерге көрінсін деп дәл осылай сызып қойдым. Енді матамызды дәл ортасына қойып алып, айналдырып тігіп шығамыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал енді сіздер менің YouTube арнама міндетті түрде подписаться кнопкасын басып тіркеліп алыңыздар. Пікірлеріңіз болса қалдырыңыздар. Мен тұрақты түрде видео салып отырамын. Ал енді тігу жолын бастаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Артық лентаны кесіп отырамыз. Дәл осылай айналдырып тігіп алатын боламыз. Ендігі кезек бізде ашық түсті матамыз тігетін боламыз. Келесі кезек бізде осы жасыл түсетін матамыз тігетін боламыз.
келесі матамызды тігетін боламыз. Дәл бізде осындай әдемі құрақ шықты. Қазір шетін айналдырып тігіп алатын боламыз. Теріс қаратып, матамызды тігіп аламыз. Дәл осындай бізде әдемі құрақ үлгісі шықты. Енді шетін жақсылап айналдырып кесіп алып тастаймыз. Мінекей бізде ерекше әдемі үлгі. Ортамыз дәл осындай әдемі төрт бұрышты шықты да, шетінде бізде бұрыш ретінде әдемі лента жүрілді. Керемет әдемі үлгі. Әртүрлі матадан құрастырылған құдық құрақ үлгісі. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде подписаться кнопкасын басып тіркеліп алыңыздар. Жаңа видеоларды бірінші болып көретін боласыздар.